Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қолтықтың жағымсыз иісінен құтылу үшін екі мықты әдісті айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Терідегі барлық микроорганизмдер бірдей жағымсыз иіс бөле бермейді. Тек кейбір бактериялар ғана аса иіс бөлгіш. Қысқасы, жағымсыз иіс көп терлейтін адамға емес, терісінде иіс бөлгіш бактериясы көп адамға тән. Негізінен жағымсыз иісті жою үшін душқа түсіп киім ауыстыру жеткілікті. Дегенмен кейбір адамдарға иісті жоятын арнайы заттар қажет болады. Ал енді сол жағымсыз иісті кетіретін екі мықты әдіс бар. Соның бірі сутегі тотығы, яғни перекис водорода. Біз кәдімгі мақтаны аламыз, болмаса ватный дискті, соған сутегі тотығын кішкене мөлшерде құйып, соны қолтығымызды салқын сумен жуып, қолтығымызға жағып қоямыз. Сутегі тотығы тамаша бактерицидтік әсерге ие. Реакция нәтижесінде атомдық оттегі бөлінеді. Ол терінің иісін тудыратын терідегі бактерияларды бейтараптандырады. Ал екінші әдісіміз ол мырыш жақпа майы, яғни цинковая мазь. Бұл маздыдан азанда қолтығымызды салқын сумен жуып, құрғатып, сосын ысы мазьды жұқа қабатпен жағып қою керек. Сонда иіс кетеді. Және де бұл мазь бактерияға қарсы әсер етеді. Ал дезодоранттар иісті жояды, бірақ тер бөлінуіне кедергі емес. Құрамына байланысты мырыш жақпа жүкті және бала емізетін әйелдерге қолдануға ұсынылмайды. Ал достар, енді осы екі мықты әдісті жасап көрген болсаңыздар, комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Видеоның астында поделиться батырмасын басып, басқалармен бөліссеңіздер болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақыттарда сіздерге пайдасы тиетін мықты әдістермен бөлісетін боламын. Сіздермен әрқашан бірге Мақпал.